Әкесіз үй, шатырсыз үй секілді дейміз. Әкенің орны жанұяда өте ерекше. Әке тұрып ұлы сөйлегеннен без деген қазақтың да үлкен бір мақалы бар. Осы әкелердің жанұядағы атқарып жүрген қызметі, олардың рөлі туралы осы форумға бүгін бүкіл әкелер келіп өз ойларын, пікірлерін білдірді. Мектеп оқушысын табалдырықта аттап келгенде бір әліппені жаттатқызып, әліппедегі әріпті үйрету үшін деген бір деген осы деген дұрыс оқып келген мұғалімді қойып, осы бір классқа балдарды жинап, әліппені үйрету үшін 1-2 ай уақыт кетеді. Оны деген құнттап, тексеріп, әрбір тапсырмасын беріп, жолға салып жатады. Себебі білімнің баспалдағы іргетасы деп. Сол сияқты отбасының да іргетасы оңайлықпен қаланбайды. Сондықтан біз оны өзекті мәселе қылып қойып, үлкен облыс деңгейінде, мынау республика деңгейінде қолға алып, қазақылық кешегі аталарымыздың жолы арқылы дәріс беретін класстар, мектептер ашуымыз керек деп ойлаймын.